Пифагор біліп айтқан: жақсы заңың болғанша, жақсы әдет ғұрпың болсын. Пифагор біліп айтады: заң әділ болса жақсы. Бірақ көбінесе сол заң арбаның оқтығы сияқты. Қалай бұрсаң, солай кетеді. Ал атадан қалған әдет ғұрып бұзылмас. Тәуке ханның тұсында туған жеті жарғы сондай, жетеу ақ. Ал біздің парламент шығарып жатқан заңдардың санына жете алмайсың. Саны бар да, салмағы жоқ. Қандай сандар шығарып жатқанын депутаттар өздері ұмытып қалады. Парламент өзі шығарған заңның орындалуын қадағаламайды. Сондай да бола ма екен? Бір кем дүние.